Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен а дыбысы және әріпімен танысатын боламыз. Ең алдымен балалар сендерге жұмбақ жастырғым келіп тұр. Орай бұты, бөкен сырты. Алшысы бар, шегі жоқ. Ол не? Ол әрине бізде асық екен. Олай болса балалар, асық деген сөзді айтып көрейік қанекей. Асық. Я? Буынға білеміз. Асық. Неше буыннан тұрады? 2 буыннан тұрады. Бірінші әріп балалар бізде а дыбысы. Олай болатын болса, бүгін біз сендермен а дыбысынан басталатын сөздермен және а дыбысымен әріпімен танысамыз. Қане барлығымыз айтып көрейікші. Мінекей, бұл балалар бізде а дыбысы. Яғни асық деген сөз а дыбысынан басталып тұр. Ол балалар а дыбысы дауысты дыбыс. Созылып айтылады және де ән айтуға келеді. Асық, асық. Бұл асық деген сөздің бірінші әрпі а дыбысынан басталып тұр. А дыбысы балалар жуан және дауысты дыбыс. Қане айтып көрейік. Жуан және де ол дауысты дыбыс, яғни ән айтуға келеді. А дыбысы сөздің басында да, ортасында да және соңында да кездеседі. Мысалы, асық дегенде а дыбысы бірінші тұр. Ал егерде айтсақ, қар десек, а дыбысы ортасында тұр. Ал енді алқа деп айтсақ, онда а дыбысы ең соңында да тұр. Алқа, қар, а дыбысын балалар біз қызыл түспен белгілейміз, қызыл текшемен белгілейміз. А дыбысына байланысты қазір бірнеше сөздер айтып көрейік. Алма, дұрыс айтасың. Арыстан, анар, алмұрт, автобус, аю, ананас, ара, ат, аққу, асқабақ. Керемет, енді сен осы сөздердің атын білетін боласың. Олар бізде бұл сөздер а дыбысынан басталып тұр. Қазір сенімен таңғажайып бір сәт, яғни бір ойын ойнағым келіп тұр. Сен көріп тұрсың ба? Бұл жерде сандық бар. Сандықты ашамыз. Сандықтың ішінде 4 асық жатыр екен. Асықтар, яғни 4 түрлі түрде жатады. Оның жатысы 4 түрлі болады. Біріншісі алшы, екінші жатқан түрі тәйке, үшінші жатқан түрі бөк, төртінші жатқан түрі шік деп аталады. Осы төртеуінің ішінде а дыбысынан басталып тұрған қайсы? Дұрыс, алшы. Бірінші тұрған асық алшы. Бұл асықтардың жату түрін сен енді білетін боласың. Біз асықтардан а дыбысын жасап көреміз. Егер сенде үйіңде асық болса, сол асықтардан а дыбысын жасап көр. Енді қазір тағы да бір ойын ойнағымыз келіп тұр. Ол кім тапқыр деп аталады. Бұл уақытқа арналған. Яғни дауысты дыбыстардан басталатын сөздерді бір корзинкеге, дауыссыз дыбыстан басталатын сөздерді екінші корзинкеге салуымыз керек, жинауымыз керек.
Ал бізде дауысты дыбыстар қызыл түспен белгіленеді. Сондықтан дауысты дыбыстан басталған сөздерді қызыл кәрзеңкеге жинайсың. Ал көк түспен бізде дауыссыз дыбыстар белгіленеді. Сен ол дауыссыз дыбыстарды көк кәрзеңкеге жинауың керек. Олай болса, кеттік, басталды. Өзің орындап көр. Орындап болсаң, енді тексерейік. Қызыл кәрзеңкеге сен қандай сөздерді орналастырдың заттарды? Балапан. Бұл қызыл кәрзеңкеге ме, әлде көк кәрзеңкеге ме? Балапан ол бізде Б дыбысынан басталады, яғни ол көк кәрзеңкеге. Б дыбысы дауыссыз. Келесі бақа, ол да бізде көк кәрзеңкеге жатады. Кірпі, кірпі де бізде көк кәрзеңкеге. Ит, ол да бізде көк кәрзеңкеге. Және де әтеш, яғни ә дыбысы, ол бізде дауысты дыбыс, сондықтан біз оны қызыл кәрзеңкеге орналастырамыз. Келесі ара, а дыбысынан басталып тұр. Олай болса, біз жаңа айтқандай, ол а дауысты дыбыс. Аны біз қызыл кәрзеңкеге орналастырамыз. Келесі сиыр. Сиыр бізде көк кәрзеңкеге барады, себебі с дыбысы дауыссыз дыбыс. Алма. Алма бізде а дыбысынан басталып тұр. Олай болса, біз оны қызыл кәрзеңкеге орналастырамыз. Келесі бізде қоян. Қоян бізде қ дыбысынан басталып тұр. Олай болса, оны көк кәрзеңкеге орналастырамыз. Өте жақсы, жарайсың, сен барлығын дұрыс орындадың деп сенемін. Енді қазір мынандай жұмыс орындайық. Ол үшін сен қазір дәптеріңді алып, осыны дәптерге орындауың тиіс. А дыбысынан басталып тұрған сөзді табуымыз керек. Бұл қандай сөз деп ойлайсың? Ананас. Өте дұрыс. Бұл ананас деген сөз. Көкпен боялып тұрған текшелер, олар дауыссыз дыбыстар. Ал бос текшеде тұрғандар, олар а дыбысының орнына. Яғни ананас деген сөз. Келесі сөзді табайық. Ол бізде әрине банан. Яғни дауыссыз дыбыстар көк түспен белгіленіп тұр. Ал а дыбысы бос тіркеске орналастырылады. Банан. Өте жақсы, жарайсың. Келесі сөзді табайық. Дұрыс. Тасбақа. Енді қазір буынға бөліп көрейікші. Тасбақа. Өте жақсы. Тасбақа. Неше а дыбысы бар екен? 3 а дыбысы бар екен. Жарайсыңдар, балалар. Егер жаңағы тапсырмалардың барлығын жақсы орындасаңдар, сендер а дыбысын түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді қазір орнымыздан тұрайық. Орныңнан тұрып, сергіту жаттығуын жаса. Мен айтайын, сен тура осылай қайтала. Ал балалар, тұрайық, ала қанды ұрайық. Бір отырып, бір тұрып, біз демалып алайық. Оңға түзу тұр. Солға түзу тұр. Алға қарай бір адым, артқа қарай бір адым. Жоғары төмен қарайық, орнымызды табайық. Орнымызға келіп отырамыз. Енді қазір қисық жол дәптеріңді ашып, дәптермен жұмыс жасайтын уақыт келді. Дәптеріңді аштың, енді қазір а әрпін жазуды үйренеміз. Ең алдымен ауада жазып үйренеміз, одан кейін а әрпін дәптерге жазып үйренеміз.
Міне, бізде А әрпінің жазылуы ең алдымен А әрпі 3 элементтен тұрады. Біріншісі төменнен жоғары қарай, және де жоғарғы сызыққа жетіп, қайтадан төменге қарай түсіреміз қолымызды. Одан кейін ортасынан көлденең сызық жүргіземіз. Бұл А дыбысының бас әрпі. Бірінші тұрған А дыбысының бас әрпі. Келесі бізде кішкене дыбыс, яғни ол А дыбысының, А әрпінің кіші әрпі деп аталады. Ол үшін біз дөңгелек жасаймыз. Жолдың ішін толтырып дөңгелек жасаймыз, және де жоғарыдан төмен қарай ерек сызық сызамыз. Ерек сызық бұл бізде А әрпінің кішісі, яғни кіші әрпі деп аталады. Жазып болсаң, енді бүгінгі сабақты бағалайық. Егер бүгінгі тапсырманы, жаңағы мен айтқан тапсырмалардың барлығын жақсы орындасаң, онда өзіңе 3 шапалақ соқ. 1, 2, 3. Егер де сен кейбір тапсырмаларды түсінбей қалсаң, онда сен 2 шапалақ соқ. 1, 2. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау бол, достым.